Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы орфография бөлімі бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы батыр баба, күлтегін және патриоттық рух. Сабағымыздың оқу мақсаттары: публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу. Батыр баба, күлтегін және патриоттық рух. Күлтегін Құтлық, Қағанның екінші ұлы, Білге Қағанның туған інісі, шешесі Елбілге Хатун. 7 жасында әкесі Құтлық қайтыс болады. Қаған тағына оның інісі Қапаған отырады. Күлтегін мен Білге екеуі Қапағанның інісі Бөгіні тақтан тайдырып, қағандық билік Білгенің қолына өтеді. Тарихи деректерге қарағанда, Күлтегіннің 10 жасында ер атанып, алғаш көзге түскен соғысы 694 жылғы Жау-Жу және Дин-Жу аймақтарында болған соғыс. Міне, осыдан былай Күлтегіннің ерлік жолы басталады. Тарихи деректер сол кездегі ел тәуелсіздігін сақтап қалу жолында болған қырғын соғыстардың бірде-біреуінің Күлтегінсіз өтпегенін аңғартады. Батыр 47 жасқа жетіп, қаза тапқанда төрткүл дүниеден түгел елшілер келіп, рухына тағзым етіпті. Басына ел тарихын жазып, алып ескерткіш орнатыпты. Сол ескерткіштің көшірмесі бұл күнде тәуелсіз еліміздің астанасында, Еуразия ұлттық университетінің бас ғимаратында тұр. Күлтегін жырынан үзінді. Жаяулыны құмалақтай, найзасының ұшына іліп, аттылыны қуала жүгіріп, бөріктей түсірген, бастыны бастары жерге тигенше идірген, тізелені тізелерін тірілдетіп, түйедей бақыртып шөгерген, қалғандары оқ тиген мақұлықтай қашып, тау мен тастардан асып, алды-артына қарамай жөнелген. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтіндерді түсініп оқыңдар. Құрылымы мен рәсімделу арқылы екі мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтаңыздар. Сіздерге берілген екі мәтін бойынша сұрақтар, сол сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Бүгінгі әдеби нормалар бойынша өтетін тақырыбымыз қысқарған күрделі атаулардың жазылуы. Жеке сөздердің басқа әріптерінен құралып, қысқарған сөздер бас әріптермен жазылады. Ол әріптердің арасына ешқандай тыныс белгі қойылмайды. Алғашқы сөздің басқа буынынан соңғы сөздердің бас әріптерінен қысқарып жасалған сөздің алғашқы қысқарған буынның бірінші әріпі бас әріппен, қалғандары кіші әріппен жазылып, кейінгі әріптер бас әріппен жалғастырылып жазылады. Адамның аты жөні, көбінесе есім мен әкесінің аты қысқартылып бас әріппен белгіленгенде, сол әріптен кейін нүкте қойылады. Мысалдар берілген. Оқушылар, екінші тапсырманы орындаймыз. Бас әріппен жазылатын күрделі атауларды қатыстырып, түркі ескерткіштерінің зерттелуі, жиналуы туралы жинақы мәтін жазыңыздар. 5-6 сөйлем. Оқу тапсырмасы: Күлтегін жырындағы және қазіргі замандағы ел бірлігі мен патриотизм. Эссе жазу. 60-70 сөз. Ал енді оқушылар, бүгінгі өткен тақырып бойынша плюс, минус, қызығамын кестесі бойынша кері байланыс жасаңыздар. Сабақта қызық болған, пайдалы болар деп ұйғарылған мәселелер жазылады. Плюске. Минуске сабақта әлсіз, сәтсіз шыққан, пайдасы жоқ немесе шамалы болды деп ұйғарылған мәселелер жазылады. Қызығамын деген бөлімге не білгім келеді, немесе бұл мен үшін қызық бола ма деген сұрақтарға жауап келтіріледі.